Ұзақ мерзімді демалыс кезінде қалай сақтандыру мәртебесін жоғалтпауға болады? Алда ұзақ мерзімді демалыстың уақыты келе жатыр. Бұл кезеңде қызметкерлер мәмс жүйесінен шығып қалуда. Сондықтан біз жұмыс берушілерге қызметкерлердің ақылы еңбек демалысы кезеңінде мәмс жүйесінде сақтандырылған мәртебесін сақтап қалуы үшін жарналарды демалыс күндерінің санына пропорционалды есептелген кезеңдер бойынша бөле отырып бір төлеммен аудару қажет екенін еске саламыз. Мысалы, мұғалім 25 маусым мен 31 тамыз аралығында еңбек демалысында шықты делік. Бұл жағдайда мәмске төлемдерді аудару маусым айында 3 жол бойынша бөлінген бір төлем тапсырмасымен жүзеге асырылуы тиіс. Яғни маусым, шілде, тамыз айларына бөліп төленеді. Мәмс жүйесінде тұрақты төлемдер төлеп, демалыстың сәтті болуы